Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін біз көп таңбалы сандарды екі таңбалы санға бөлінісінде нөл болатындай жазбаша бөлуді үйренеміз. Яғни, сандарды бөлгенде бөліндінің мәнінде нөл саны болатындай бөлеміз. Мысалыға, 8624-ті 28-ге бөлейік. Алдымен бәріміз білетіндей, 28-ден үлкен болғанша цифрларды аламыз. 8 28-ден кіші. Сондықтан келесі цифраны аламыз. Сонда 28-ден үлкен, селкен 86 саны болады. 3 санын алсақ, 84 болады. 86-ға жақын ең кіші сан, 86-дан 84-ті азайтамыз да 2 санын аламыз. 6-дан кейінгі санды аламыз. Бұл 2. Бірақ біздің санымыз әлі де 28-ден кіші болып тұр. Бұл кезде не істейміз? Бөлінді мәніне 0 санын қосып, бөлінгіштің келесі санын аламыз. Сонымен 224 28-ден үлкен, және бөлсек 8 болады. Сонымен бөліндінің жауабы 308 болады. Жарайсыңдар. Бүгін жаңа есеп түрін шығаруды үйрендіңдер.